Сәлем, бүгін біз 8-ші сыныптың Авогадро заңы мольдік көлем тақырыбына арналған білімдік тексер есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есеп аммиактың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығын анықтаңдар. Бізге есептің берілгенінде аммиактың салыстырмалы молекулалық массасы берілген, ол 17 грамм моль. Енді осы арқылы біз салыстырмалы тығыздықты табатын боламыз. Салыстырмалы тығыздықты сутек бойынша тап деп тұр. Сондықтан біз сутектің салыстырмалы молекулалық массасын қолданамыз. Яғни DH2 тең аммиактың салыстырмалы молекулалық массасының сутектің салыстырмалы молекулалық массасына қатынасы, яғни 17 бөлінген 2 тең болады 8,5. Нәтижесінде бізде DH2 аммиак тең 8,5-ке. Екінші есеп газдың сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 14,5. Газдың мольдік массасын есептеңдер. Екінші есепті шығару үшін мольдік масса тең болады. Салыстырмалы тығыздық көбейтілген мольдік масса формуласын қолданатын боламыз. Бізге салыстырмалы тығыздық белгілі, сутек бойынша ол 14,5-ке тең. Осы формулаға салатын болсақ, D-ның орнына 14,5-ті қоямыз, ал мольдік массаға H2-ның салыстырмалы молекулалық массасын қоямыз, яғни ол 2 грамм моль. Нәтижесінде бізде 29 грамм моль шығады, яғни газдың мольдік массасы 29 грамм мольге тең. Үшінші есеп 10 килограмм метанды жағуға оттектің қандай көлемі қажет? Есепті шығару үшін ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Метан қосылған оттек түзеді көмір қышқыл газын және де суды. Бізге метанның массасы белгілі, ол 10 килограмм. Метанның салыстырмалы молекулалық массасы 16-ға тең, оны 16 килограмм деп жазып аламыз. Бізге оттектің көлемін табу керек, X литр деп жазып аламыз. Ал жаңағы қалыпты жағдайдағы мольдік көлем бізде 22,4 литрге тең. Бірақ бұл жерде 2 моль болғандықтан оны 2-ге көбейтіп 44,8 литр деп жазып аламыз. Яғни бұл мольдік көлем ВМ. Осы арқылы біз пропорция құратын боламыз. 10 килограмм метан, X литр O2-ні түзсем, 16 килограмм метан, 44,8 литр O2-ні түзеді. X тең болады 10 көбейтілген 44,8 бөлінген 16, 28 литр. Яғни бізде жауабым жұмсалған оттектің көлемі 28 литрге тең. Төртінші есеп газдың ауа бойынша тығыздығы 2-ге тең, газдың мольдік массасы қанша? Бұл есепті шығару үшін біз М тең болады, салыстырмалы тығыздық көбейтілген мольдік масса формуласын қолданатын боламыз. Бұл жерде ауа бойынша тығыздық деп ауа бойынша табу керек, ал бізде ауаның тұрақты мольдік массасы 29 грамм мольге тең. Біз салыстырмалы тығыздықты, яғни D-ға 2-ні жазамыз, ал мольдік массаға ауаның мольдік массасын, тұрақты мольдік массасын 29 грамм мольді жазамыз. Яғни нәтижесінде 58 грамм моль шығады. Газдың мольдік массасы сонда 58 грамм мольге тең. Бесінші есеп зат мөлшері 1,5 моль сутектің көлемін қалыпты жағдайда есептеңдер. Есепті шығару үшін бізге белгілі ню тең болады В бөлінген ВМ формуласын түрлендіретін боламыз. Яғни осы формуладан көлемді қалай табу керек? Соның формуласын шығарамыз. Көлем тең болады зат мөлшері көбейтілген мольдік көлем. Бізде мольдік көлем тұрақты шама, ол 22,4 литрге тең. Енді көлемді табу үшін бізде моль белгілі, ол 1,5 мольді көбейтеміз 22,4 литр мольге тең болады 33,6 литр. Яғни сутектің көлемі 33,6 литрге тең. Алтыншы есеп зат мөлшері 0,1 моль азоттың көлемін қалыпты жағдайда есептеңдер. Есепті шығару үшін ню тең болады В бөлінген ВМ формуласын түрлендіреміз. Түрлендіру кезінде В тең болады ню көбейтілген ВМ формуласы шығады. Бізде көлемді табу үшін зат мөлшерін мольдік көлемге көбейтетін боламыз. Бізде зат мөлшері белгілі, ол 0,1 моль, көбейтеміз тұрақты шама 22,4 литр мольге тең болады 2,124 литрге. Яғни бізде азоттың көлемі 2,124 литрге тең. Жетінші есеп көлемі 112 литр қалыпты жағдайда көмір қышқыл газының зат мөлшерін есептеңдер.
Жетінші есепті шығару үшін не тең болады? Көлем бөлінген мольдік көлем формуласын қолданамыз, яғни В бөлінген ВМ. Бізге көлем белгілі, ол 112 литр, ал ВМ тұрақты шама 22,4 литр моль. Яғни 112 литрді 22,4 литр мольге бөлеміз, нәтижесінде 5 моль шығады. Сонда көмір қышқыл газының зат мөлшері 5 мольге тең. 8-ші есеп. Азот сутекпен әрекеттескенде 0,5 моль аммиак түзіледі. Реакцияға қатысқан азоттың массасын есептеңдер. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз. Яғни азот қосылған сутек түзеді аммиакты. Бізде азоттың массасы белгісіз, оны x грамм деп аламыз. Және де оның зат мөлшері 1 мольге тең. Ал салыстырмалы молекулалық массасы 28 граммға тең. Ал аммиактың зат мөлшері белгіленген бар, ол 0,5 мольге тең. Ал реакцияға сүйене отырып, біз оны 2 моль деп жазып аламыз. Осы жерден біз азоттың зат мөлшерін тауып ала аламыз. Ол үшін пропорция құрамыз x моль азот 0,5 моль аммиакты түзеді. Ал 1 моль азот 2 моль аммиакты түзеді. Осы жерден x табу үшін біз 0,5 мольді бірге көбейтіп, 2-ге бөлеміз, нәтижесінде 0,125 моль шығады. Бұл азоттың зат мөлшері. Енді азоттың массасын табу үшін біз зат мөлшері көбейтілген мольдік масса формуласын қолданатын боламыз. Яғни бізде зат мөлшері белгілі 0,125 және де оның мольдік массасы 28 грамм екен белгілі. 28-ге көбейтеміз, нәтижесінде бізде 7 грамм шығады. Сонда азоттың массасы 7 граммға тең. 9-ші есеп. Медицинада қолданылатын оттек жастықшасының көлемі 10 литрге, ал тығыздығы 1,143 грамм литрге тең болса, оның массасы қанша болғаны? 9-ші есепті шығару үшін масса тең болады тығыздық көбейтілген көлем формуласын қолданамыз. Бізге екі шамада белгілі. Ро бізде 10 литрге тең, ал көлем 1,143 грамм литрге тең. Екеуін көбейтеміз, 14,3 грамм шығады. Яғни оттектің массасы 14,3 граммға тең. 10-ші есеп. Өз үйіндегі бір бөлменің ұзындығын, енін және биіктігін өлшеңдер. Осы бөлмедегі ауаның көлемін есептеңдер. Достар, мен сіздерге 10-ші есепті сіздерге мысал ретінде көрсететін боламын. Өзімнің бөлмемнің ауа көлемін есептеп, ал сіздер өз бөлмелеріңіздікін өлшейтін боласыздар. Менің бөлмемнің көлемі 105 метр кубты құрады. Әркім өз бөлмесінің жаңағы көлемін есептеу үшін осы формуланы қолданатын болады. Яғни А көбейту Б көбейту С. Яғни бізде А дегеніміз биіктік, Б дегеніміз ені, ал С дегеніміз ол ұзындық. Осы үш шаманы бір-біріне көбейту арқылы сіз өз бөлмеңіздің көлемін табатын боласыз. Енді есептің шығарылу жолын сіздерге көрсетейін. Қайталап айтамын, әркім өз бөлмесінің жаңағы көлемін алып есептейтін болсын. Бізге ең алдымен өзіміздің бөлмеміздің ауасының массасын табу керек. Ол үшін бізге тығыздық керек. Яғни тығыздықты есептеу үшін біз мольдік масса бөлінген ВМ формуласын қолданамыз. Бізде ауаның мольдік массасы тұрақты 29-ға тең, ал ВМ мольдік көлем тұрақты 22,4-ге тең. Нәтижесінде 1,3 грамм литр шығады. Бұл бөлменің тығыздығын көрсетеді. Барлық бөлменің тығыздығы бірдей болса, тығыздықты өзіңіздің бөлмеңізді есептеген кезде қолдансаңыз болады. Келесі бізде ауаны есептейтін боламыз. Яғни ауаның массасын есептейтін боламыз. Ол үшін біз тығыздық көбейтілген көлем формуласын қолданамыз. Тығыздығымыз белгілі, ол 1,3-ге тең. Ал көлеміміз, яғни бөлменің көлемі, менің жағдайымда ол 105-ке тең. Сіздің жағдайыңызда ол басқа санға тең болуы мүмкін. 105. Нәтижесінде менде 136,5 грамм шықты. Енді маған осы бөлмемнің ауасының зат мөлшерін табу керек. Ол үшін масса бөлінген молярлы масса формуласын қолданам. Яғни бізге масса жаңа шықты 136,5, ал мольдік масса, молярлы масса тұрақты 29-ға тең ауаныкі.
нәтижесінде бізде 4,7 моль шығады. Енді маған бөлмемнің ауасының көлемін есептеу үшін мен ню көбейтілген ВМ формуласын қолданамын. Менде зат мөлшері бар, ВМ тұрақты, яғни барлық шама менде белгілі. 4,7-ні көбейтемін, тұрақты 22,4 литр мольге, нәтижесінде 105,128 литр шығады. Яғни менің бөлмемнің ауасының көлемі 105,128 литрге тең. Сіз де өз бөлмеңіздің ауа көлемін есептеп алыңыз. Бұл видеом сізге әдеттегідей ұнағанына сенімдімін. Сондықтан каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.